ес және ақыл. Ақылдың миға қатысы жоқ, ал естің жанға қатысы жоқ. Қалайша? Ақылдың қызметтеріне ерік, жігер, сенім, мақсатқа ұмтылу деген қызметтер жатады. Ал естің қызметіне бүкіл мидың функциялары жатады, яғни ойлау, есте сақтау, түсіну, қабылдау, шешім қабылдау, жалпылау, бағалау сияқты қабілеттердің жиынтығы. Және сонымен қоса естің құрамына біздің тәніміздің бағдарламасы жатады, яғни инстинкт. Сол сияқты естің құрамында біздің түп санамыз, подсознаниеміз жатыр, яғни мінез құлқымыз, әдеттеріміз, эмоцияларымыз, осы бағдарламалар жатыр. Енді есті адам деген қандай, ақылды адам деген қандай? Ақылды адам деген, яғни жүрекпен ойлайтын, ол өмірдің мәнін түсінеді, қалай бақытты болу керек екенін біледі. Яғни оның қасиеттері тұрақтылық, мақсатқа ұмтылу деген сияқты құндылықтармен байланысты. Ал есті адам деген, яғни оның тәні, физиологиясы жақсы жұмыс жасайды, ол баспен жұмыс істейді, жақсы жұмыс жасайды. Енді қазақта сөздер мынада: естияр деген, яғни есін тыйған үлкен жасқа келген бала, есер деп өз эмоциясын тоқтата алмайтын адам, есалаң, ес ауысқан деп кімді айтады? Яғни бір физиологиялық қызметтерінде бір ақаулар болатын адамдарды, мысалы мидың ауруына шалдыққан адамдар, яғни ес ауысқан деп айтып жатады. Енді осы яғни адам осы екі функция арқылы бақытты болғысы келеді. Бірақ ес немене? Ес ол өзі бақытты болғысы келгенмен бақытты не екенін түсінбейді, және тек мынау ұнайды, мынау ұнамайды деп қана эмоцияларын білдіреді, тілектерін білдіреді. Ал ақылды адам ол ісін ақ қылған адам, яғни бейтараптандырған, нөлге келтірілген, тепе-теңдікке келтірген, өзінің сенімі бар, шабыты бар, өмірдің мәнін түсінетін, мақсатқа ұмтылатын, жігерлі адам нағыз бақытты болатын адам.